Бойында мысық тауып алдым жаңа. Югава западқа бара жатқан кезде прям асфальттың бойында. Сосын алдым да неге қарай жаңа шөпке қарай лақтырып тастадым. Бірақ жүрегім қиған жоқ. Қимай сол пассажирім айтты, неге үйіңізге алып кетпейсіз, кішкентай мысық қой дейді. Сосын обратно қайтып келдім да үйге алып бара жатыр. Знаешь, ападем мысық. Шамалы жүдеп кеткен. По-моему, не жолда лақтырып тастаған ау деймін, үйдің мысығы ау деймін. Ана өскеннен кейін шамалап өскесін лақтырып тастаған ғой. Ана емшектен шыққасын, мамасының емшегінен шыққасын лақтырып тастаған, походу жолдың бойына әдейі адамдар алып кетсін деп. Адамнан қорықпайды, не тым жақсы сипалатады былайынан ше. Сол келіншегіммен ақылдасып, короче, үйге алып бара жатырмын. Кішкентай мысық, еркек ұрғашы екен білмеймін, енді ала салдым. Бір Алланың бір белгісі шығар деп қаншама мысық көргем жолдан ше. Қаншама мысық жолда осылай менің жолдың жиегінде жүрді, машинамның артынан жүгірді, алмай жүрдім сол. Енді мынау жолдың қақ бойында жатты, еще машинаның астына кіріп кетті ғой, менен қашып. Мен мына жерде шамалап жаңағы шығып, еркелеп жатыр. Настроениесі көтерілді ау деймін. Может түсінген шығар адам алғанын. Ішінде үміттеніп жатқан шығар. Менің де үйім болатын шығар деп. Сол, короче, көреміз енді не болатын, қалай болатын.